Assalomualaikum. Biz qaytadan aklimatga keldik. So'rovimizga javob oldik. Beri qaray. Qo'ydi. Ashvat. Alo. İşte kesettim. Assalomualaikum. Ne? Alimentlik sırak jönünde. Сол алиментlik neler gerek? Hizmetkeler. Tarşınka şakırtımız. Orada oturmuş. Şu men уже birinchi rет keldim. Sırağıma javob alıp keldim ben. Turam oldu akansa. Есіктің алдында болады деп айтты. Отырады де есіктің алдында. Ya қазір мамандар шақырамыз сізге. Просто бірінші рет емес уже. Бәлен рет келдім. Білем. Көп жүрсіз ғой, Әлде отыра алайын. Мен неге отырамын мен оны? Десе қойып қойған. Ассалаумағалейкум. Алейкумассалам. Қалайсыз, амансыз? Айдоспын архитектордан. Жағдайыңыз қалай? Шүкір. Ана бір жиналыста бірге болдық қой. Көріп амандасып қалмыз сізге. Сол сұрақтарға не болды? Сол сұрақтан әлі келдік қой. Бізден нормально ғой бәрі Көш? Кіммен? Автодорогпен сөйлестіңіз бе сіз? Кім ол? Кім жас сендерден кім нормально? Біз жиналыс жасадық қой сіздермен. Соны бітті ма не? Жоқ, біткен жоқ, қараңыз. Соның несі сұрадыңыз ба деген ғой бізден. Біз келістік қой сізбен бір уақытқа. Осындай уақытта кері қайталаймыз деп. Ол өтірік нәрсе ғой, бітті ғой. Өтірік емес ол. Енді мен әлі шешілген жоқ, әлі келіп тұрмын ғой енді. Қазір қандай вопростың? Сол мәселе? Қайсысы именно сол? Барлығы сол мәселеге көтердік қой сізбен. Қоғамдық көлік. Қоғамдық көлік. Жоқ, ол вопрос болған жоқ. Болды. Қоғамдық көлік. Смарт атырау болған жоқ. Смарт атырау. Жоқ, ол күн болған жоқ. Шатасып тұрсы, Базарлар, мысалы, әлі сол оймен тұрады. Дина базар, Infinity, сосын Байзар мен... Әлі сол, жақсы Байзар енді, олай өртем естіп кетті өздері жағдай. Infinity мен Дина әлі сол қалпында тұрады. Сізбен келістік қой біздер. Не келістіңдер? Жоқ қой енді. 2 ай болды ғой. 8 октябрьде болды. Жоқ, 18 октябрь. Бүгін нешесі? 15 күн, 45 күн. Сен бір айдан кейін кездесеміз деді. Ноябрьдің 18-і бір ай болды ғой енді. Қой. Мен номер бар ма сізде? Жоқ, номер. Жазып кетейін бе? Жазып кеткен мен не шешеді ол? Сен не шешесің? Мен сұрақ честно ашпаймыз ба енді? Осылай бірімізді осылай көріп қалып жатсақ бірімізге. Ол сұрақ жауап аламын одан. Білмеймін мен. Аман әлеуметтік сұрақ мен ақырындыр айтып едім. Алдында келдім, бірнеше рет келдім. Әлі шыққан жоқ, әлі игнор. Каждый келгеніңізбен таныспын ғой бәрімен. Таныс болғасын келіп амандасып жатқанмын сізге. Әлі игнор. Неге? Неге сонда кімге нақты сұрақ қойдыңыз? Әлеуметтік сұрақ. Кімге нақты сұрақ қойдыңыз? Ой, күн сайын неше түрлі мамандар шығып жатыр. Қайсысың жаттайсың. Сендер көпсіңдер. Мен жалғызбын. Күресе алмайтын сендермен. Мүмкін. Жақсы. Аман жүріңіз. Сонымен шешілген жоқ дейсің. Мұрат, не істейдің? Шақырдыңдар ма?
Ау. Кетті ол шақырға. Қазір келеді. Не істейін, есік алдында күтейін ба? Қалай болады? Неше шет келдік уже, көріп жүрсің ғой өзің. Біздің сөзімізді еститін голос органы бар ма жалпы? Төрт топса. Не, шақырып келдіңдер ма? Кімге айттың? Азамат ол да бөлмесіне айтты. Азамат қабылдау. Мына өзін біз 2-3 рет, 3 рет келіп алдына келген істеп жатыр. Жерде төсек тұрғанда. Онда да солай. әлі жоқ. Төрттен төрт кетті.
Kaçak. Kaç. Bırak çıkama çıkmayı mı? Buraya var mı aşağıya orada? Турникетпен алдадық. Президенттің осылай естуші мемлекет деген несін орындайды. Тұжырымдамасын. 4-ші етті кеттік. Жеті минут кетті. 10 минут үшін күтеміз, балаға шығамыз. Барынша группаларға, нелерге таратыңдар. Мақсатымыз әлеуметтік мәселені шешу, сұрағымға жауап алу.
Сам ешкім шықпайтын болды ма не? Айтып қойды, келеді. Қашан? Үшінші айтып қойды, ішкіледі. Қашан кет енді? Айтып қойды, телефон соқойды, келеді. Нақты уақыт. Телефон соқты ғой, бетінен. Алдында да осылай келет деп өтірік келетпен асырадыңдар ғой. Қыздарға ескертті, қыздар уже ағыра телефон соқты, өзі келетіп. Кей сөйлет. Бұра қошқай бар. Сонда есіктің алдында болам, брат. Айта бар. Есіктің алдында лестницада отыр де. Ана төсеген тактикалері. Департамент труданың өзі де келетін сана жерде. Кемшілікті ауада мына. Құлада өлдіп тұр ғой. Өздер сесі салғатты. Там менты стоят. Ну что? Человек убил у тебя. Я поворачиваю. Зайдем, у меня закрыт. О, акимат. Речевывается 2 шага. Так близко, но так далеко, да? Қай жерге отырсам екен? Қай жерге шетке? Осылай да. Какое платье? Да. Никита тупой, блядь. Он же очкарь. Отырайын. Айттық, шақырдық, келмейді, не істейміз? Отырамыз енді күтіп. Режим радиоприемник.
Режим плеер. USB-носитель. Файл. 1. Знак минус. Воспроизведение. Уважаемые государственные служащие, ответственные за социальную сферу. Как вам известно, в Республике Казахстан введен национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан до 2025 года, утвержденным постановлением правительства Республики Казахстан от 28 мая 2019 года приказом 326, далее национальный план. Целями национального плана является реализация принятия в Республике Казахстан обязательств в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов, далее Конвенция, и формирование инклюзивного общества через создание благоприятной среды для всех уязвимых групп в рамках социальной модернизации Казахстана до 2030 года. В соответствии со статьей 1 Конвенции, цель настоящей конвенции заключается в поощрении, защите и обеспечении полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод, а также поощрение уважения присущего им достоинства. Кроме того, согласно пункту 1 Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан, утвержденным указом президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года номером 153, государственная служба Республики Казахстан играет особую роль в жизни общества. Она заключается в обеспечении жизнедеятельности общества и удовлетворении общественных интересов наилучшим и эффективным способом. Государственные служащие в своей деятельности должны быть приверженцы государственной политики и последовательно проводить ее в жизнь. Стремиться сохранять и укреплять доверие общества к государственной службе, государству и его институтам. Общество рассчитывает, что государственные служащие выполняют свои обязанности и функции компетентно и эффективно в соответствии с законами со всей добросовестностью. В соответствии со статьей 1 Конвенции, цель настоящей конвенции заключается в поощрении, защите и обеспечении полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод, а также поощрение уважения присущего им достоинства. Согласно со статьей 4 Конвенции, государственные участники обязуются обеспечивать и поощрять полную реализацию всех прав человека и основных свобод всем инвалидам, без какой-либо дискриминации по признаку инвалидности. С этой целью государство, участники обязуются: а. принимать все надлежащие законодательные, административные и иные меры для осуществления прав, признаваемых настоящей конвенцией, учитывать во всех стратегиях и программах защиту и поощрение права человека-инвалидов, принимать все надлежащие меры для устранения дискриминации по признаку инвалидности со стороны любого лица, организации или частного предприятия, проводить и поощрять исследовательскую и конструкторскую разработку товаров, услуг, оборудования и объектов универсального дизайна, определяемого со статьей 2 настоящей конвенции, чья подгонка под конкретные нужды инвалида требовала как можно меньше адаптации и минимальных затрат, способствовать их наличию и использованию, а также продвигать идею универсального дизайна и выработки стандартов и руководящих ориентиров, проводить и поощрять исследовательскую конструктивную разработку, а также способствовать наличию и использованию новых технологий, включая информационно-коммуникационные технологии, средства, облегчающие мобильность, устройства и ассистивных технологий, подходящих для инвалидов, с удалением первоочередного внимания недорогим технологиям. Предоставить для инвалидов доступную информацию о средствах, облегчающих мобильность, устройствах и ассистивных технологиях. Вақыт келмеуге? Иә. Жұмыспен қамту басқармасы. Енді. Немен келіп отырсың? Әлеуметтік сала? Әлеуметтік қолжетімді орта?
Неге қолжетімді орта жоқ? Акиматтың ішінде де, басқа жерлерде де. Өткенде келіп жүрсіз ғой жалпы. Иә, келіп игнор салып отырсыздар ғой. Вообще тыңдап жатқан жоқсыздар ғой. Не істесең де оны істе деп тұрсыздар ғой. Кім Айбек ана не зат қаламен бәрін шақырып. Енді какой толк шақырғаны? Ешқандай нәтиже жоқ қой. Сіз де қатыстыңыз ғой. Нәтиже жоқ қой, нәтиже жоқ қой. Қайда сол басшылар? Бір ай өтті, уақыт өтті ғой. 15 октябрьда, 20 октябрь жиналдық. Енді мен не істеуім керек сонда? Сіздер мәжбүрлеп тұрсыздар осылай отыруға. Мен өзім келіп отырған жоқпын ғой. Сіздер жұмыс жасамайсыздар, сол үшін мен келіп отырмын. Ішке кіріп отырасың ба? Мен жоқ, мен осы жерде отырамын. Келіңдер, басшылар келсін, жауап берсін. И ратифицированных Казахстаном законов. Почему я, как гражданин Республики Казахстан, с ограниченными возможностями не могу добиться доступа к доступной среде? Разве по закону нашего государства все люди не равны перед законом? Я ведь такой же гражданин, как и все остальные. Почему я в наше время не могу свободно передвигаться по городу? Почему, несмотря на строительство новых дорог, не учитывается доступная среда? Почему мы не можем свободно передвигаться по этим дорогам? Несмотря на существующие программы отслеживания движения общественного транспорта, почему мы не можем самостоятельно, без посторонней помощи отслеживать его движение, находясь дома? На общественном транспорте предусмотрено устройство для объявления остановок, но на практике они не всегда работают. Где-то их выключают по желанию, а где-то они вообще отсутствуют. Если эти устройства не выполняют свои функции, зачем государство выделило средства на их установку? Светофоры не адаптированы для людей с ограниченными возможностями. Почему до сих пор, чтобы перейти дорогу, нам приходится прибегать к чьей-то помощи? Такая же ситуация на пешеходных переходах. Более того, в нашем городе практически невозможно свободно передвигаться людям с ограниченными возможностями по зрению. Если поднимаемые мной социальные вопросы противоречат закону, прошу полностью разъяснить это и дать соответствующий ответ. Почему депутаты, которые должны предоставлять наши интересы, молчат? Почему государственные служащие равнодушно относятся к поручению нашего президента и законам? Құрметті әлеуметтік салаға жауап беретін мемлекеттік қызметкерлер. Өздеріңіз білетіндей, Қазақстан Республикасында, Қазақстан Республикасы үкіметінің 2019 жылғы 28 мамыр нөмірі 326 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында мүгедек адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру саласын жақсарту жөніндегі 2025 жылға дейінгі ұлттық жоспар, одан әрі ұлттық жоспар енгізілді. Ұлттық жоспардың мақсаты мүгедектердің құқықтары туралы конвенцияны, одан әрі конвенция ратификациялауға байланысты Қазақстан Республикасы қабылдаған міндеттемелерді іске асыру және 2030 жылға дейін Қазақстанды әлеуметтік жаңғырту шеңберінде барлық осал топтар үшін қолайлы орта құру арқылы инклюзивті қоғам қалыптастыру болып табылады. Конвенцияның бірінші бабына сәйкес, осы конвенцияның мақсаты барлық мүгедектердің адам құқықтары мен негізгі бостандықтарының толық және тең жүзеге асырылуын көтермелеу, қорғау және қамтамасыз ету. Сондай-ақ оларға тән қадір-қасиетті құрметтеуді көтермелеу болып табылады. Бұдан басқа Қазақстан Республикасы президентінің 29 желтоқсан 2015 жылғы нөмірі 53 жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметкерлерінің әдеп кодексінің 1-ші тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметі қоғам өмірінде ерекше рөл атқарады.
қоғамның тыныс тіршілігін қамтамасыз етуде және қоғамдық мүдделердің ең жақсы Иә. Кім Жасұлан? Есенбиев. Ассалаумағалейкум. Уалейкумассалам. Сізді әйтеуір осылай отырып шақырып алу керек па не сізді? Жоқ, мен бір жиналыстан қазір сені көріп қалғам. Не болды, тыныш па? Әлеуметтік мәселе жөнінде ғой. Не мәселе? Орақович. Баяғы сол доступный среда, әлі сол нәтиже жоқ, госоргандар жұмыс жасамайды. Сіздер енді бірін білесіз, бірін білмейсіздер ғой. Алдағы жұмыстарыңмен байланысқан жоқ па саған ешкім? Ешкім ештеңе байланысқан жоқ. Орақович, мен просто сізге не келіп отырмын? Жоқ, алдындағы жұмысты мен бейтейін. Марат Қуаныш келді ғой маған. Макен келді ғой. Мен осы бойда біздің құрылысшылармен байланыстырып жібердім. Саған хабарласу керек еді сол күні. Маған ешкім хабарласқан жоқ, Орақович. Мен сізге просто Мен алда бір айдай сапарда болып, бетіп қарасам, ешкім хабарласпапты. Макен келіп айтты ғой маған. Сразу сол кезде Макеннің телефонын екеуін кабинетке шақырып таныстырып, бағыттап жібердім. Қазір мен анықтайын онда. Жоқ, иә, сосын бір айтатын нәрсе, просто госоргандар жұмыс жасамайды. Бірнеше рет келдім, Орақович, сіз бір нәрсе білсең, бір нәрсе білмейсіз ғой. Қандай мәселе енді? Әлеуметтік мәселе бойынша. Жоқ енді, нақты Мысалы, айтып отырмын ғой, қоғамдық көліктің басқару автобустары мысалы, әлемге дейін жоқ. Мына пешеходтар дедік, әлемге дейін жоқ. Енді саған алдында жауап бердік қой. Бір ай уақыт өтті ғой, Орақович. По этап мен саған. Жоқ, түсініп отырмын, мен сізді түсініп отырмын. Қамти алмайды ғой. Жоқ, түсініп отырмын, Орақович, қараңызшы, бір ай уақыт өтті ғой, бір ай жарым уақыт өтті. Бірде-бір мемлекет қызметкер келіп, Айбек осындай шара жүріп жатыр деп звондаған жоқ қой. Содан кейін біз не ойлаймыз? Біреуі де звондаған жоқ, мен сізге айтайын. Персонально келіп, ешкім біздер андай жоқ. Енді ол мәселе мен көтеріп жатырмын ғой, маған айту керек болар енді. Желіде жарияланады, ақпараттарды қарасаң беріліп жатыр. Жоқ, мен енді мен білмеймін. Түбегейлі бүйтіп қаланың бәрінде де барлық несінде олай деген ол бір сәтте жасау мүмкін емес қой, өзіңді түсінесің ғой ондай. Жоқ, түсініп отырмын. Бірақ біртіндеп қаладағы қай жерде жолдар өзгертіледі, қай жерде жаңағы тротуарлар новый салынады, ол жерде міндетті түрде ескеріліп жатыр. Аялдамалар, оның бәрін біздер дейтін күнделікті жұмысымыз ғой ол деген сен бүгін айттым. Енді жоқ қой енді, Орақович, жоқ қой енді. Жоқ, болса мен келмес едім ғой. Жоқ қой. Мемлекеттік қызметке енді сізге просто енді әкімнің орынбасары ретінде сізге айтып отырмын. Мемлекеттік қызметкерлер, әлеуметтік салалар біреуі де маған байланысқан жоқ қой. Бір ай осы ішінде осыны Айбек міне. Хорошо, Айбек, мен ол сұрақтар айтайын. Жаңағы жалпы доступ бойынша ол поэтапный жүреді. Алдағы сен көтерген мәселең бойынша мен қазір барып ішке разберусь, неге хабарласпаған. Қазір осы бойда хабарластырып. Кімге? Кім ол? Акиматта ма? Полиция басқа жерде тұрады ғой. Жоқ, полиция емес, басқа жақта арт жағынан келген. Жоқ, осы жер негізі. Сізге не керек именно? Естуіңіз керек. Пенсионер шалдарға көтеп көрген, соны алып кетсе еді, бір кісіге серік тегісі. Сабез ба? Сабез шығар, Сабез басқа жерде отырады. Жұмыспен қамту басқармасы. Худина 4 деген адресте отырады. Енді маған Орақович айтыңызшы, Айбек осындай уақытта ана сұрақ бойынша қазір барып разберусь, бүгін хабарласады. Сен номерің бар ма? Иә. Хорошо. А не остальное? Остальное планомерно жүзеге асады, Айбек, ол саған. Жоқ, енді уақыты болу керек қой енді бір определенный. Сен қаланың бәрін доступный қыл деп тұрсың ғой, мысалы, оны алып келіп алып. Жоқ, мен сізге ондай әңгіме емес. Енді. Манағы мына қаланың пешеходтарды істейтін тротуар Медігер жарияланыпты. Қай көше именно? Мен маған сол именно көшені айтпай тұр ғой. Нақты сұрақ уақыт жоқ. Сондайлар мәселелерді просто маған айтыңыз, Айбек осындай уақыт қайны, осындай болады деп просто болды. Міне видео түсіп жатыр, естіп жатыр. Сол уақытта келемін. Сен прямой эфирде түсің бе? Иә. Иә. Ескерту керек қандай прямой эфир. Жоқ, сіз мемлекет қызметкерсіз ғой. Мен жасырып тұрған жоқ, просто объективті заң бойынша егерде түсірілімдер. Ал жақсы мына. Сізге ұнамаса. Әңгіме ұнауда емес, просто сен мәдениетің болу керек қой, ескертіледі. Жоқ, көрініп тұр ғой, Орақович, көрініп тұр ғой. Мен өзім де прямой эфирге бастайын шығамын. Иә, болды ғой. Просто ондай нәрсе әдетте өзің біліп жүр. Кешірім сұраймын. Біреуді түсірсең, сен ескертесің, мен түсіріп жатырмын деп. Заңның талабы сол. Иә, болды, жақсы. Мен айттым ғой, қаланың егер де саған қаланың пешеходтардың жоспары керек болатын болса, мен пешеход жоспарларын саған тапсырғызамын. Қай жерде қандай жолдар салынатынын, қай жерде қандай тротуарлар салынатынын. Жоқ, әуезов сырымдатып бір салынды ғой, неге жоқ? Тротуарлар, мына мысалы мына жасадыңыздар. Өтіп қалып солай жасалды. Анадан құлақ болып жатыр, сіз мына төсек қой. Күні кеше болған жоқ, Орақович, сіз білмейтін шығарсыз. Бірақ мен білемін ғой. Ең соңғы рет ана аптада 5-ші күн келген болған жоқ. Мына жерде атқылап жасап жатыр сол кезде. Ол жерде қара, мен қалай солай жасап тұрған нормалармен қара. Әрине сен соны қалайтын шығарсың, бірақ қаланың сонда осылай болу керек па сонда? Жауап берейін. Қаланың барлық көшелерінде бүйтіп мынандай жолақтарды орнату деген талап жоқ. Бүкіл
қалаларды көріп жүрдік қой, шетелге де шығып жүрміз. Бүйтіп барлық жерде мынандай бар деген жоқ. Ол определенный адамдардың шоғырланған. Енді акимат определенный шоғырланған жеріміз. Енді келеді ғой мына жерге, өзің де келіп жүрген жоқсың осымен. Жоқ, мынау мен суретпейді екенсің. Айтып тұрмын ғой, сен ол өйтіп ондай талап жоқ. Мысалы, әрбір көшенің әрбір бұрышында ондай болсын деген. Оның өзінің талабы бар, осы талаптарға сәйкес қажет бар жерде жасалады. Ол сенде сұраныс үстінде тұру болу керек қой бұл жерде. Жоқ, сонда менің қазір сұрап отқаным заңсыз деп отырсыз. Мен тағы да айтайын. Қаланың барлық жерлерінде болу деген шарт емес ол. Жоқ, заңсыз деп отырсыз сонда. Сен менің сөзімнен провокация жасап жоқ, мен сізді ондай ниетпен сөйлесетін болсаң, мен сөзіме сөйлеспеймін. Сен неге мені неге бүйткенде бүйтесің, неге бүйту керек деп мен провокацияға тартып. Мен сізді провокация тартып отқан жоқпын, бірақ мен сізге просто сонда сіздің айтуыңыз бойынша мен сұрап отқан нәрсем заңсыз болып табыла ма, или қалай? Просто мен саған айттым. Ұлттық жоспар бар. Ұлттық стандарт бар. Кез келген мүмкіндігі шектеулі адамның үйінің айналасында дүкендерге, больницаларға, әкімшіліктерге, базарларға жүріп тұруға мүмкіндік жасалу керек. Дұрыс па? Не, жасалмай жатыр ма мемлекет? Жасалып жатқан жоқ. Қайсы жасалған? Келіспеймін, мен онда дауласып тұрғым келіп тұрған жоқ. Жақсы, енді қарайсыз ғой. Өзіңде қара. Бірақ мемлекет мынандайларды сіз бос орган еселеп көбейтті. Тағы да қайталаймын. Саған жауап беріп тұрып қой. Өзің айтып тұрсың. Қалада неге жоқ дейсің де, бірақ келіп өзің айтасың. Ол жаңа қоғамдық жерлер, мүмкіндігі бар азаматтардың қатынайтын жерлері, әлеуметтік нысандар дейсің. Сол жоспарға сәйкес қолжетімді жасалып жатыр. Жасалып жатқан жоқ қой. Қиынмен, где-то жеңіл, но в целом жүріп жатыр. Жасалып жатса, это в том, что новый жолдар салынды, мысалы. Жоқ, біреуде жоқ. Қай жерде әлеуметтік нысан бар? Әуезовтың бойында, Құлмановтың бойында прокуратура бармыз. Біреу емес, екеуі тұр, жоқ. Алия Молдағұлының ойында полиция тұр, біреуде жоқ. Там ана азаматты қабылдау бөлмесінен 20 шөпті мынандай жабысып қойған болды. Біріншіден, mesela айтайын. Мен конкрет примерлерін айтып отырмын. Мен сізге орақ өтші. Я жақсы жүре беріңіз. Жүре берейін онда. Бірақ өтірік ақпарат таратпа халыққа. Жоқ, неге? Көріп тұрсыздар ғой. USB-носитель отключен. USB-носитель подключен. Режим радиоприем. Режим плеер. USB-носитель. Файл. 1. Воспроизведение. Уважаемые государственные служащие, ответственные за социальную сферу. Как вам известно, в Республике Казахстан введен национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан до 2025 года, утвержденным постановлением правительства Республики Казахстан от 28 мая 2019 года приказом 326. Далее национальный план. Целями национального плана является реализация принятия Республики Казахстан обязательств в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов, далее Конвенция, и формирование инклюзивного общества через создание благоприятной среды для всех уязвимых групп в рамках социальной модернизации Казахстана до 2030 года. В соответствии со статьей 1 Конвенции, цель настоящей конвенции заключается в поощрении, защите и обеспечении полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод, а также в поощрении уважения присущего им достоинства. Кроме того, согласно пункту 1 Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан, утвержденным указом президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года номером 153, государственная служба Республики Казахстан играет особую роль в жизни общества. Она заключается в обеспечении жизнедеятельности общества и удовлетворении общественных интересов наилучшим и эффективным способом. Государственные служащие в своей деятельности должны быть приверженцы государственной политики и последовательных развития в жизни.
стремится сохранять и укреплять доверие общества к государственной службе, государству и его институтам. Общество рассчитывает, что государственные служащие выполняют свои обязанности и функции компетентно и эффективно в соответствии с законами со всей добросовестностью. В соответствии со статьей 1 Конвенции, цель настоящей конвенции заключается в поощрении, защите и обеспечении полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод, а также поощрение уважения присущего им достоинства. Согласно статье 4 Конвенции, государственные участники обязуются обеспечивать и поощрять полную реализацию всех прав человека, основных свобод всем инвалидам, без какой-либо дискриминации по признаку инвалидности. С этой целью государства-участники обязуются принимать все надлежащие законодательные, административные и иные меры для осуществления прав, признаваемых в настоящей конвенции, учитывать во всех стратегиях и программах защиту и поощрение права человека-инвалидов, принимать все надлежащие меры для устранения дискриминации по признаку инвалидности со стороны любого лица, организации или частного предприятия, проводить и поощрять исследовательскую и конструкторскую разработку товаров, услуг, оборудования и объектов универсального дизайна, определяемого со статьей 2 настоящей конвенции, чья подгонка под конкретные нужды инвалида требовала как можно меньше адаптации и минимальных затрат, способствовать их наличию и использованию, а также продвигать идею универсального дизайна при выработке стандартов и руководящих ориентиров, проводить и поощрять исследовательскую конструктивную разработку, а также способствовать наличию и использованию новых технологий, включая информационно-коммуникационные технологии, средств, облегчающие мобильность, устройства и ассистивных технологий, подходящих для инвалидов, с удалением первоочередного внимания к дорогим технологиям, предоставить для инвалидов доступную информацию о средствах, облегчающих мобильность, устройствах и ассистивных технологиях, в том числе новых технологий, а также других формах помощи, вспомогательных услугах и объектах. В этой связи особо важно создание соответствующих условий для доступной среды для людей с ограниченными возможностями, в том числе и я, как один из людей с ограниченными возможностями по зрению. На основании изложенного в соответствии с пунктом 1 статьей 20 Конституции Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан о государственной службе и так далее, о моем праве свободного получать информацию по всем объектам в Атырауской области, тактильные плитки, звуковые сигналы на светофорах, озвучиваемые программы по отслеживанию маршрута общественного транспорта, звуковые маяки на пешеходах, оснащенные остановки соответствующими условиями и другие. На основании вышеперечисленных законов, постановлению нашего президента, принято правительством национального плана, международных нормативных актов и ратифицированных Казахстаном законов. Почему я, гражданин Республики Казахстан, с ограниченными возможностями, не могу добиться доступа к доступной среде? Разве по закону нашего государства все люди не равны перед законом? А ведь такой же гражданин, как и все остальные. Почему я в наше время не могу свободно передвигаться по городу? Почему, несмотря на строительство... Мен ешқандай тыныштық бұзып жатқан жоқ. Есімің кім? Есімің кім? По этим дорогам. Несмотря на существующие программы отслеживания движения общественного транспорта, почему мы не можем самостоятельно без посторонней помощи отслеживать его движение, находясь дома? На общественном транспорте мен ешқандай тыныштық бұзып жатқан жоқпын. Просто өзім они не всегда работают. Где-то их включают по желанию, а где-то они вообще... Мен бірнеше рет келдім ғой, қалыбай. Өзің көріп жүрсің ғой. Государство выделило средства на их установку. Мен дейтін, бостан-боста келіп, бірінші келі сараға отырған ештеңем жоқ қой. Почему до сих пор, чтобы перейти дорогу,
нам приходится проверять ғимарат қауіпсіздікке жауап бергендіктен енді такая ситуация. мамандар өздері Более того, в нашем городе практически невозможно свободно передвигаться людям с ограниченными возможностями. Жылы жермен күткенмен енді ол келіп тұрма. Күттік қой 3 күн 4 күн жылы жерде. Прошу полностью разъяснить это и дать соответствующий ответ. Почему депутаты, которые должны предоставлять наши интересы, молчат? Почему государственные служащие равнодушно относятся к поручению нашего президента и законам? Құрметті әлеуметтік салаға жауап беретін мемлекеттік қызметкерлер, өздеріңіз білетіндей, Қазақстан Республикасында Қазақстан Республикасы үкіметінің 2019 жылғы 28 мамыр нөмірі 326 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында мүгедек адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру саласын жақсарту жөніндегі 2025 жылға дейінгі ұлттық жоспар, одан әрі ұлттық жоспар енгізілді. Ұлттық жоспардың мақсаты мүгедектердің құқықтары туралы конвенцияны, одан әрі конвенция ратификациялауға байланысты Қазақстан Республикасы қабылдаған міндеттемелерді іске асыру және 2030 жылға дейін Қазақстанды әлеуметтік жаңғырту шеңберінде барлық осал топтар үшін қолайлы орта құру арқылы инклюзивті қоғам қалыптастыру болып табылады. Түсіндің бе? Конвенцияның бірінші бабына сәйкес осы конвенцияның мақсаты барлық мүгедектердің адам құқықтары мен негізгі бостандықтарының толық және тең жүзеге асырылуын көтермелеу, қорғау және қамтамасыз ету. Сондай-ақ оларға тән қадір-қасиетті құрметтеуді көтермелеу болып табылады. Бұдан басқа Қазақстан Республикасының президентінің 2015 жылғы нөмірі 103 жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметкерлерінің мен сөйлес адамдардың бәрімен сөйлесіп болды. Орақовичтің өзі де келіп кетті. Бірақ ешкім нақты ешқандай жауап жоқ. Бәрін айтатын дұрыс дейді болды. Оны дұрыс мен қала дұрыстала ма? Әкім осы жақына тапсырма берді деп естідім. Қалалық тротуарлар жасауға. Бірақ енді қаншалықты не болатынын білмеймін. Саясатты ұстануға және оны дәйекті түрде жүзеге асыруға. Қоғамның мемлекеттік қызметке, мемлекетке және оның институттарына деген сенімін сақтауға және нығайтуға. Мен Алмас естеймін деді, жұмыстанам деді, бірге жұмыс жасауға. Білмеймін енді, бірақ нәтиже енді ешін айта алмаймын, пока бүгін алды. Орындайды деп есептейді. Конвенцияның бірінші бабына сәйкес. Просто мен дейтін, Нұрбат, мен отырмас едім. Егерде мен 2-4 рет келдім. Қалыбай көрді ғой, да, Қалыбай? Қалыбек па? Мысалы, не бірнеше рет келдім. Біреуде шыққан жоқ қой, біреуде. Қадір-қасиетті құрмет. Бізге неге айтпады, біз всегда келеміз. Мен білмеймін, мен. Обязательно отыру керек, тұру керек. Қатысушы мемлекеттер мүгедектігі белгісі бойынша қандай да бір ай бұрын келіп кеттің ғой, қазір естіп өттім. Бір ай бұрын келіп содан бері жүрмін ғой, мен содан бері жүрмін ғой. Кездестіру ұйымдастырып, сол жерде бана жауапты өкілдер тыңдадыңыз ғой. Ол өкілдерден нәтиже болмай тұр ғой. Сол әңгіме сол жерде қалып қойды ғой. Осы конвенцияда танылатын құқықтарды жүзеге асыру Нелерде естіген жоқ па? Кәсіпкерлік шақырды? Жоқ, жақсы, Байзар енді, Байзардың өзінің несі бар ғой енді. Ол жағдай андай болды. Дина мен Инфинити әлі солаймен тұр ғой. Біреу де хабарласқан жоқ. Мана Орақовичке де айттым. Сізге мүмкін ақпарат басқаша келіп жатқан бар, бірақ не? Бірде-бір госорган келіп маған осылай жағдай осындай болып жатыр ал. Айбек, бүгін осындай нәрселер енді істей алмай жатыр. Біреу де хабарласқан жоқ қой, біреу де. Қалай ренжімейсің ал? Бір айдан 45 күн уақыт өтті. 15 октябрьден санағанда. Ол күн бана. Уәделер бойынша да? Қолжетімді орта. Мен басқа ешқандай нем жоқ. Бір бүлік шығарайын деп, бірдеңе істейін деп тұрған ештеңем жоқ. Просто өзім сұрағыма жауап іздегім келді. Неге біз мүмкіндігі шектеулі адамдар шектеулі қалада?
неге біз дейтін қоғамдық көлікті осылай отырып үйден отырып басқара алмаймыз? Мысалы, қай жерге жатқанын білмейміз. Қоғамдық көлікті ішіне қойылған анау бақыратын не біреуінде жасайды, біреуінде жасамайды. Сіздерде не бар еді ғой? Шақыратын. Такси. Таксиге ол бір күн бұрын жазу керек қой. Мысалы, бір жерге аяқ астынан срочно бір жерге бару керек болады. Бір күн бұрын да? Бір күн. Сол жерде аяқ астынан бару керек болса онда келмейді. Келмейді ғой енді, ол ережесі сондай ғой. Оның да өзінің проблемалары, Рафқат айтып жатыр, ол да үнсіз. Жалпы ешкімнің алдынан кесіп не істеп жатқан ештеңем жоқ. Бәрін алдынан өттім. Білем. Айтып жатыр, естіп жатқан бірақ мемлекет қызметкерлер жоқ. Солған не істейсің да, ренжейсің да. Былай бәрі жақсы болатын болса, мен не жөн бар? Мен де жақсымын ғой, заты. Ішке кіріп сөйлесек. Ішке кіріп сөйлескен мен не? Жыл жерде тұрайық хотя бы. Кім келеді ол конечно сөйлескен? Кім қайда? Қала әкімінің орынбасарларын шақырайық. Солар шақырыңдар оны. Ішке кіріп өтейік. Келсін бірінші. Жоқ, проблема жоқ. Келсінші енді, келсін. Нұржан мысалы бір ай бұрын келесі. Нұржан әлі тапсырма беріп жатқан ба? Тапсырма бердім деп. 2 ай уақыт өтті оны тапсырма бергеніне. Оны тапсыру бойынша біреу де звондаған жоқ. Кеше 5-ші күні Алмастан естідім, әкім нақты мердігерге айтты, тапсырмаларын берді деп. Онда да былай ауызша естідім, бірақ қаншалық не болатынын білмеймін. Басқа ешқандай нем жоқ, сұрағым жоқ, сол тек қана қолжетімді орта. Полициялар жүр мұнда, қоғам тыныш бұзып жатқан жоқ бізде. Осылай бәрін жинап аламыз ба, естіп отырып. USB-носитель отключен. USB-носитель подключен. Воспроизведение. Жеке кәсіпорын тарапынан Внутренняя память. Папка для сохранения записи диктофона. Кім ол? Айтып отқан. Қала әкімінің орынбасары ғой, сол тротуарға неге курьеруші замакип. Соны салалық ететін. Алдаберген ұлы деген. Кім? Тілек Алдаберген ұлы. Махух Тілек Алдаберген ұлы. Нұржан Бесіп әлеуметтік сала жауап. Әлеуметтік салаға Нұржан жауап. Енді соны жоқ, енді сіздердің айтып отқаныңыз ба, тротуар ғой, тротуарға. Тротуар, жалпы мына базарлардың ішіндегі нелер. Тротуарға жауапты неге ол Махух Тілек Алдаберген ұлы жұмыс өшке деп. Нұржан, бәрі білесіңдер осы мәселені, бірақ біреуінде қозғалмайсыңдар. Ішесіз ба? Жоқ. Сіз мына келе алмайсыз ба? Қолым тимейді дей ма? Рафқат шақыр, Рафқат. Рафқаттың бір-екі шүбәдесі бар еді.
маған нақты уақыты мен нақты срогын айтсаңдар болды мен. Ассалаумағалейкум. Асып берсеңдер. USB-носитель отключен. Режим радиоприемник. USB-носитель подключен. Режим текстовые файлы. Режим Дейзи книги. Режим интернет. Режим говорящий. Режим плеер. Внутренняя память. Папка для сохранения. Переход по папкам. Переход по файлам. Файл номер 8. Переход по папкам. Выбор носителя. Файл номер. USB-носитель. Файл. Аудио. Знак минус. 2. 0. 2. Переход по папкам. Корневая папка. Выбор носителя. Файл. Аудио. Знак минус. 2. 0. 2. 4. Знак минус. 1. 1. Знак минус. 2. 0. Знак минус. 1. 7. Знак минус. 4. 5. Знак минус. 1. 8. Точка. MP3. Жалпы негізі болмайды ғой. Автомат түрде банада уже жасалу керек нәрселер ғой негізі. Бірге жасалып кету керек, қаннан бәрі жасалып. Қазірде бос әңгіме болайын деп тұр ғой. Бірақ нақты уақытын айтсын. Сол уақытқа дейін күтем. Мен уже тротуарды бастайын деп отырмын ба? Тротуарды осы жасап жатқандарды по ходу дела жасай беретін шығар. Ана жасалып кеткендерді уже өзгерту керек оларды. Алдында кеше Алмас айтып отыр еді. Ау. Алмас айтып отыр еді ғой. Тапсырма берілді деп. Переход по папке. Выбор носителя. Файл. Аудио. Знак минус. Воспроизведение. Мүгедектік белгісі бойынша кемсітушілікті. Внутренняя память. Папка для сохранения записи диктофона. USB-носитель. Внутренняя память. Папка для сохранения записи диктофона. Выбор носителя. USB-носитель. Кішілікті жою үшін барлық тиіс шараларды қабылдауға мүгедектің нақты қажеттілігіне сай келу мүмкіндігінше аз бейімделуді және ең аз шығындарды талап ететін әмбебап дизайн тауарларын, қызметтерін, мен объектілерін осы конвенцияның 2-ші бабында айқындалатын зерттеу және конструкторлық әзірлеуді жүргізуге немесе көтермелеуге, олардың болуы мен пайдалануына ықпал етуге, сондай-ақ стандарттар мен басшылық жасау кезінде әмбебап дизайн идеясын ілгерілетуге бағдар бар. Зерттеу және конструкторлық әзірлеулерді жүргізу немесе көтермелеуге, сондай-ақ ақпараттық коммуникациялық технологиялар, құрылысты жеңілдететін құралдарды, мүгедектерге жарамды құрылғылар мен ассистивтік технологияларды қоса алғанда арзан технологияларға басымдылық бере отырып, жаңа технологиялардың болуы мен пайдалануына ықпал етуге міндетті. Мүгедектерге құрылысты жеңілдететін құралдар, құрылғылар мен ассистивтік технологиялар оның ішінде жаңа технологиялар
Kelaman. Katta. Asal Aybek amasına var. O iPhone zaten sotib qoldi. Ha? Telefon zaten sotib qoldi deyman iPhone. Endi iPhone Siz zaten kerakki Xitoy sovuq yeysin bormi? Ha. Bu shahzoda. Ha, maşallah. Жолуға жігіттің жеңгесі шығар алдынан дей ма? Сондай ғой, Сен осы жақтасың ба? Жоқ, мен жақта емеспін. Мына шаруамен келдім. Пока случай. Мен іште болмаса охранға тастап кетіп. Мына исламда ма? Иә. Айбекті айтып кеткен. Acı. Teatrda o'tirdim. Bir saatda yoptu. Hakim orunbasarı.